20 қазан 1936 жыл. Испания. Берлинге. Абвердің бастығы адмирал Канариске. Өте шұғыл мерзімді, өте құпия. Мадридтегі агенттік хабарлайды. Испания астанасына республиканың кеңестік бас әскери кеңесшісі келді. Ол генерал Гришин. Абвердің бастығы генерал Гришиннің кім екенін есіне түсіруге тырысады. Тәжірибесіне сүйеніп бұл жай қарапайым әскери кеңесші емес деп ойлайды. Канарис бәрін алдын ала сезгендей. Бұл шифрлау франкистер мен нацистер үшін үлкен қиындықтардың хабаршысы болып табылады. Жақында Гришиннің тегі Испанияның Франко оңшыл партиясының жақтастарының штабтарында ашу туғызатын болады. Дәл соның кесірінен нацистер бірқатар жойқын жеңілістерге ұшырайды. Бірақ бұл Гришин кім? Көп ұзамай бүкіл әлем білетін болады. Бұл тек лақап аты ғана. Көптің бірі. Павел Иванович Питерис Кузис өз адамдары үшін шал. Бірақ ол тарихқа мүлдем басқа атпен кіреді. Бұл кезеңді заңсыз жүрген шетел азаматтардың жұмбақ дәуірі деп атайды. Дәл осы уақытта әлемдегі ең күшті барлауға британдық, американдық және германдық абверге қарсы тұратын жүйе пайда болады. Францияда, Германияда, ақш-та, Ұлыбританияда, Швейцарияда, Финляндияда, Жапонияда, Қытайда және Түркияда кеңестік әскери барлау резидентураларының толық желісі пайда болады. Олардың қиындықсыз жұмыс механизмі кеңес одағы үшін ең құнды ақпараттарды алуға көмектеседі. Отандық әскери барлау кеңес одағын нығайту мен дамытуда шешуші рөл атқарады. Ал әлем тарихында қысқаша аббревиатура ГРУ бас барлау басқармасы пайда болады. Әскери қақтығыс пайда болғаннан кейін барлау пайда болды. Себебі барлаусыз іс-қимыл жүргізу мүмкін емес. Барлау кез келген әскери ұйымның ажырамас бөлігі болып табылады. Бүгінгі ГРУ бас барлау басқармасы жүйесінің негізі 20-30 жылдар қаланды. Сол жылдардағы құжаттарды оқи отырып, барлаушылар сол кезде біздің елге төнген қауіптерді қаншалықты дәл бағалағанына таңғаласың. Ең басында әскери барлау жүйесін құру қиын жағдайда болды. Кеңес одағы оқшауланған. Азаматтық соғыстың жаңғырығы елдің ішкі жағдайына әлі де әсер етті. Осыған қарамастан, рекордтық қысқа мерзімді резидентуралар желісін құруға, шифрлау, шифрды ашу және талдау қызметінің жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік туды. Мың 1922 жылы әлем картасында жаңа мемлекет кеңес одағы пайда болды. Батыс осындай көршіден нағыз қауіпті көреді. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы Ресей империясының бұрынғы одақтастары Англия, Франция және ақш КСР ішіндегі жағдайды белсенді түрде нашарлатады. Халықаралық оқшауланған жас мемлекет. Біз бұрынғы Антанта елдері, олар бәрібір біз ойлағандай кейінірек бізге агрессия жасайтын жақсы түсінеміз. Антанта, француз тілінен шыққан НТНТ немесе келісім. Бұл патшалық Ресейдің, Ұлыбританияның және Францияның әскери саяси блогы. Бірінші дүниежүзілік соғыста біздің одақтастарымыз бола отырып, бұл елдер кеңес республикаларының қарсыластарына айналды. 1918 жыл. Англия, Франция және ақш бұрынғы Ресей империясының аумағындағы азаматтық соғыста біздің елдің бөлінуіне мүмкіндік көрді. 7 елдің әскерлері Ресей аумағына интервент ретінде кірді. Жетекші батыс елдері кеңес одағында біздің еліміздің аумағында осы елдерде коммунистік партиялардың құрылуына ықпал еткен коммунизм идеялары пайда болды деп сенгендіктен қауіп қатерді көрді. Бірақ интервенция сәтсіз аяқталды. Большевиктер бұрынғы одақтастар күткеннен де жақсы дайындалды. Ресейдегі азаматтық соғыс аяқталды. Мұндай сынақтан өткен жас мемлекетке аяғынан тұру үшін уақыт қажет. Бірақ батыс өзінің агрессиясының тактикасын өзгертеді. Шабуылдарға қолайлы сәтті таңдайды және күтеді.
Осы уақытқа ұқсас жағдай қазіргі кезде де қалыптасуда. Ресейдің мүдделеріне нұқсан келтіруге белсенді әрекеттер жасалуда. Бүгінде ұжымдық батыс біздің еліміздегі жағдайды тағы да шайқалтуға тырысуда. Бұл жолы Украинаның қолымен. Барлау басқармасы өзінің өмірінің басында сәтті қарсыласудың рецептін жасады. Мүмкіндігінше толық, сенімді және ең бастысы уақытылы ақпарат қажет. Тарих 30-шы жылдардағыдай арнайы әскери операция қарсаңында қайталанады. Батыс арандатушылықты дайындады. Негізгі міндет елімізге зиян келтіру және бөлудің қажеті жоқ. Олар бірлесіп әрекет етті. Бұл Гитлерлік Германия, Франция, Ұлыбритания болды. Олар жалпы әрекет етті. Сол кезде олардың Кеңес одағына зиян келтіру міндеті болды. Қазір де дәл солай. Олар әлемде қандай да бір үшінші дәрежелі лауазымға ие болуымыз керек. Олар біздің ресурстарымызды жоғары деңгейде пайдалану керек деп санайды. Олар мұны істей алмайды. Бірақ осы мәліметтердің барлығын қалай алуға, маңызды хабарламаларды таңдауға болады. Мұндай үлкен жүктемені кім өзіне ала алады? 21-ші жылдың сәуірінде РКК жұмысшы шаруа Қызыл армиясы штабының барлау басқармасы құрылды. Оның бастығы Арвид Зейбот болды. Жедел барлау бөлімінің бастығы Зейботтың оң қолы жас Ян Берзин. 21-ші жылдың желтоқсанына қарай ол әскери барлау бастығының орынбасары болады. Оның мақсаты жас кеңес мемлекетіне әскери қауіп қайдан келетінін түсіну. Тек түсініп қана қоймай, оған қарсы тұра бастау. 1923 жыл КСРО-ға біздің тарапқа қарсы құрылған кіші Антант аталатын саяси блок қауіп төндіреді деп барлау хабарлайды. Оған Чехословакия, Румыния, Югославия кіреді. Әскери барлау басшылығының үстеліне Балтық солтүстік және Балқан Локарно жоспарларда қойылды. Балтық және Скандинавия елдерінен, сондай-ақ Грециядан құрылған топтар. Жақында Ресей империясының құрамына кірген мемлекеттер қазір ең қауіпті геосаяси қарсыластардың бірі болып табылады. Олардың аумағынан біздің шекарамызға жақын жерде үнемі шабуыл қаупі бар. Польша, Румыния, Балтық жағалауы, Финляндия аумақтық талап қоя алатын. Қиыр шығыстанда алаңдатарлық жаңалықтар келеді. Милитаристік жоспарларда Жапония жасайды. Біз қоршаудағы бекіністің орнын сезінеміз. Бүгінгі Ресейге параллель жасауға болады. Батыста, біздің шекарамызда, Тынық мұхитында, американдық базада, айналамызда. Содан кейін біз өзімізді дәл осылай сезінеміз. Біздің айналамызда дұшпандық орта бар. Біз болашақ соғысқа, Ресейдегі болашақ көрініске дайындалуымыз керек. 1924 жылы КСРО айналасындағы бірнеше миллион штыктан тұратын әскерлер бар. Азаматтық соғыс аяқталып, ел ішінде салыстырмалы тұрақтылық орнады. Бірақ қазір қауіптер сырттан келеді. Күшпен ғана жеңіске жету мүмкін емес. Тек дұшпандардың жоспарлары туралы білімді нақты есептеу және олардың тамырын бұзу. Ықтимал агрессор елдердің әрқайсысының әскери техникалық әлеуеті туралы ақпарат маңызды болды. Бірақ әскери барлау бұл қиын тапсырманы қалай орындайды? Жұмысты нөлден бастап құру керек. Біздің алдымызда ерекше құжат бар. Ян Берзиннің жеке ісі. Ол құпия деген белгінің астында болды. Ал бүгін алғаш рет экранда көрсетіледі. Неліктен бұл адамға таңдау түсті? Мысалы, Ян Берзиннің шығу тегі туралы мәліметтер. Жерсіз фермердің ұлы. Компартияда 1905 жылдан бастап тіркелген. Міне, тағы бір сипаттама. Тамаша ұйымдастырушы және насихаттаушы. Петроград аудандық комитеті. Ең бастысы ойлы. Ол өзіне адамдардың көңілін аудара біледі және ақпаратты керемет талдайды. Мүмкін Феликс Держинский өзінің қол астындағы қызметкерлерінің осы қасиеттеріне назар аударған шығар. Ол Берзинді барлау басқармасының басшылығына жеке өзі ұсынған болатын. 1924 жылы 5 наурызда Ян Берзин жаңа қызметке тағайындалды. КСРО әскери барлау бастығы.
Осы уақытқа дейін ода күмән қалмады. Кеңес одағының айналасындағы жағдай ведомствоның жұмысын мүлдем басқа ұйымдастыру қажеттілігін талап етеді. Бірақ заңсыз азаматтар дәуірінің болашақ сәулетшісі неден бастайды? Бірінші міндет агрессор мемлекеттердің әскери әлеуеті туралы мүмкіндігінше көбірек білу. Олардың қолында қандай жаңа қару бар? Батыс әскери штабтарында КСРО-ға қарсы қандай жоспарлар бар? Кеңестік барлаушылар барлық жерде қажет. Лондон, Париж, Рим, Токио, Варшава және Берлинде. Біріншіден, ол агенттік барлауды күшейтуге өте үлкен басымдық берді. Өйткені бұл барлаудың ауқымы жоқ. Бірегей мәліметтерді, бірегей деректерді алуға, кез келген үкіметтерге, бас штабтарға енуге мүмкіндік береді деп есептеді. Барлау басқармасы кадрларды өте мұқият таңдайды. Ян Берзин үміткерлермен жеке әңгімелеседі. Осы кезде іріктеу критерийлері қалыптасып үлгерді. Барлаушылар шет тілдерін білу керек. Олар жұмыс істейтін елдердің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын түсінуі керек. Әскери барлау нұсқаулығы әрқайсысын зерттейді. Мимика, ишара, интеллект, өзін ұстай білу. Ешкім бұған дейін осылай жұмыс істемеген. Берзин үміткерлермен ұзақ сөйлеседі, себебін анықтайды. Болашақ резидент ең алдымен өз отанына адал болуы керек. Әңгіме қарапайым және сыпайы түрде басталады. Ол небәрі 27 жаста. Қыз өзін Мария Полякова деп таныстырады. Ол Ян Берзинмен кездесудің нақты мақсатын білмейді. Бірақ ақылды, жақсы білімді болғандықтан өзі де біліп тұрған шығар. Міне, жас қызбен кездесу барысында ол бұл перспективалы адам және ол жұмыс істейді деп шешеді. Адамға қарап аздап сөйлесу ол үшін жеткілікті. Оның мұндай қасиеті бар, ол онымен сөйлесті. Содан кейін оның қалай жауап беретінін есту үшін неміс тіліне ауысты. Ол орыс акцентінсіз керемет жауап берді. Мария Полякова француз және ағылшын тілдерінде де таза сөйлейді. Ол Германия мен Ұлыбританияда оқыды. Оның күмәні жоқ. Мария берілген тапсырмаларды орындай алады. Көп замай Ян Берзин оны Швейцарияға жібереді. Онда Полякованың резидентурасы әскери техникалық сипаттағы ақпарат алу үшін сәтті жұмыс жасайды. Қалай барлаушы болуға болады? Бұл сұрақты мыңдаған балалар қояды. Бізге өмір бойы әскери барлауда жұмыс істегендермен сөйлесу бұйырған. Олар әртүрлі тапсырмаларды орындаған және құпия миссияларға қатысқан. Бас штабтың бас барлау басқармасының ардагерлері. Олардың жартысы туралы ақпарат әлі жарияланған жоқ. Адам топқа кірмес бұрын ол тек іріктеуден ғана емес, сонымен қатар практикалық жұмыста тексеруден де өтуі керек. Яғни, оған тапсырмалар беріледі. Міне, бірте-бірте ол келеді. Осыдан кейін ғана ол біздің академияда дайындалып жатыр. Евгений Хрисанов бұрын соңды сұхбат берген емес. Көптеген жылдар бойы Евгений Николаевич әскери барлауда қызмет етті. Арнайы біздің фильм үшін ол резиденттердің қалай дайындағаны туралы айтып беруге келісті. Мұның бәрі сенің сөйлеу қабілетіңе, жағдайды елестету қабілетіңе, осы жағдайды дамыта білуге, не істеу керектігін білуге байланысты. Әйтпесе, сен топқа кіре алмайсың. Бұған әдетте көптеген айлар кетеді. Жартысынан көбі өтпей қалатын. Қазіргі әлемдегі көпшілігіміз тек жақсы жалақы алатын жерде жұмыс істейміз. Құпияны ашайық. Тек қаржылық мотив нағыз барлаушыға жат. Және әрқашан осылай болған. Патриотизм, адалдық және мамандық. Өйткені онсыз мүмкін емес. Екіншісі тұрақты дамуға бағытталған. Әсіресе әлем қарқынды дамып келе жатқан қазіргі жағдайда. Техникалық жағынан да, жалпы барлық жағынан да. Біз бұл процестен озып кетуіміз керек. Яғни барлау офицері процестен озып кетуі керек. 20-шы жылдардың аяғы әскери барлау басшылығы қызметке Лев Маневич, Константин Басов, Стефан Мрачковский,
Шандр Рада, Артур Адамс және әрине Рихард Зорге сияқты агенттерді тартты. Неліктен олар таңдады? Барлау басқармасы ең алдымен идеологиялық мотивтің және жеке қасиеттердің ерекше жиынтығының болуына назар аударылды. Әділдік сезімі және өз отанына қажет және пайдалы болуға деген ұмтылыс. Өйткені олар біздің әлеуетті қарсыластарымыздың жоспарлары туралы ақпарат алу керек еді. Уақыт көрсеткенде барлау басқармасы басшылығы дұрыс адамдарға сенім артты. Барлаушылар орталыққа жіберген ақпарат бас штабтың үстеліне уақытында түсіп, болашақ соғыс жоспарын жасауға негіз болды. Тіпті армияның үш тобы, тіпті сол жерде командирлер Лейм қоры, Боккер қоры, Рудштедт болды. Соғыстың басталуына неғұрлым жақын болса, 1941 жылдың 22 маусымы соғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат келді. 20 жылдардың аяғы, 30 жылдардың басы, Жапония. Өте үлкен қауіп. Жапония аумағында қосымша екінші заңсыз резидентураны орналастыру туралы шешім қабылданды. Берзиннің өзі бұған дейін Қытайда жақсы жұмыс істеген осы резидентураның басшысы лауазымына Рихард Зорген алды. 2 жыл ішінде Зорге ол шынымен керемет күшті жетістік көрсетті. Ол өзінің қандай әкімші және ұйымдастырушы екенін көрсетті. Ол шынымен де кетіп бара жатып, керемет барлау аппаратын қалдырды. Оның 20-дан астам агенттері өте жақсы ақпарат берушілер болды. Ал Зорге өзінің әлеуетін толық іске асырды. Рихард Зоргенің жұлдызы сәл кейінірек жанды. Осы уақытқа дейін 30 жылдардың басында КСРО-ның әскери барлауында нақты және тиімді жүйе құрылды. Шетелдік аппараттар ақпарат жинап, оны орталыққа тапсырды. Әрі қарай аналитикалық қызмет жұмысқа қосылды. Көбінесе резидентуралар радио қабылдағыштың көмегімен және шифрды ашу қызметіндегі әріптестері бірегей ақпарат алды. Олар да дереу орталыққа жіберілді. Барлау басқармасында мұқият талдау мен тексеруден кейін алынған барлық ақпарат бас штабқа, қорғаныс халық комиссариатына және тіпті елдің тікелей басшылығына баяндалды. Заңсыз агенттер мен резиденттер Еуропаның барлық дерлік елдерінде жұмыс істеді. Швейцария, Бельгия, Голландия, Франция. Онда барлау базалары құрылды. Бұл барлау ақпарат ала алмайтын орын. Заңсыз барлаушылар бара алатын құжаттар алдын ала дайындалған радиооператорлары орналасқан және сол жерден Мәскеумен байланыс алатын жер. Бұл ақпарат алатын резидентура емес, керек жабдықпен қамтамасыз ететін резидентура. Орталықтың жұмысы көптеген адамдар үшін жұмбақ болып қала береді. Бұл жерге барлық ақпарат ағылады. Мұнда ол тексеріліп, іріктеуден өткізіледі. Орталықтан барлық әскери барлау жұмыстарын үйлестіруде жүріп жатыр. Орталық бұл ұлы ойшыл. Орталық бұл керемет анализатор, өйткені оған көптеген ақпарат көздерінен барлық ақпарат жиналады. Онсыз бірде-бір заңсыз азамат, бірде-бір барлаушы тұлға ретінде болмас еді. Құдайым, орталық бұл жер ана. Орталық алаңдатарлық статистика. Талдау бөлімдерінің қызметкерлері есептеді. Жаудың әскери техникалық әлеуеті туралы мәліметтер бірнеше есе көп түсе бастады. Бұл тек бір нәрсені білдіреді. Батыс елдерінің бұл бағыттағы белсенді қызметі үлкен соғысқа дайындықтың айқын белгісі. 20 жылдардың басынан бастап, 20 жылдардың ортасынан бастап біз батыс елдерінің Италияда соғыс идеологиясы, жаппай авиация дамығанын көреміз. Англияда әскери кемелер жасалынып жатқаны, Францияда жаңа танктер пайда бола бастағанын көруге болады. Яғни, егер батыс елдері бізге шабуыл жасаса, айтпақшы, поляк соғысы мұны француздар, ағылшындар поляктарды қаруландырған кезде көрсетті. Оларда танктер, броньды машиналар мен ұшақтар Қызыл армиядан бірнеше есе көп болды. Кеңес одағы оқшауланған. Қазіргідей біздің мемлекетке қатаң санкциялар салынды. Армияны әскери техникамен қамтамасыз ету, тіпті кейбір бөлшектерді шетелден сатып алу мүмкін болмады. Тек өз өндірісіне сенуге тура келді. Сену қиын, бірақ Ян Берзин ауқымды қақтығыстың сөзсіз болатынын болжады. 1928 жылы ол ерекше ғылыми еңбек жазды. Ол болашақ соғыс деп аталады.
Бүгін біз оның түпнұсқасын бірінші рет көріп отырмыз. Бұл түпнұсқа томдар әскери істегі нағыз революция. Дәл осы жерде моторлар соғысы ұғымы алғаш рет естіледі. Берзин ресми себепсіз КСРО-ның қарсыластары броньды машиналар мен авиацияның ірі құрамаларын тастайды деп ескертті. Кеңестік әскери барлау бастығы қиялданбады. КСРО-ның батыс шекарасындағы болашақ соғысты айлар ішінде аяқтау мүмкін емес. Оны тек әскери әдістермен аяқтау мүмкін емес. Болашақ антисоветтік соғыстың нәтижесі әскери, экономикалық және саяси факторлардың жиынтығымен анықталады. Соғыс пролетариаттан және КСРО-ның барлық жұмысшы массаларынан күштердің үлкен шиеленісін талап етеді. Артиллерия, атыс қаруы, қару-жарақ, әскери химия, байланыс, электроника, орталық резидентураға кеңес үкіметі үшін ақпарат алу өте қиын міндет қойды. Бірақ тек сызбаларды көшіру және мылтық үлгілерін әкелу жеткіліксіз. КСРО-ға жаңа өнеркәсіп пен технология қажет. Бұл үлкен ақшаны, жұмыс күшін, ресурстарды және кеңес одағының идеологиялық қарсыластарымен қоршалған жоқ уақытты қажет етеді. КСРО өзіне одақтас іздейді. Бізге қажетті технологиялары бар және ынтымақтастыққа дайын адам. Әскери барлау басшылығы күтпеген қорытындыға келді. Тамаша нұсқа Веймар Германиясы. 20-шы жылдары бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытындысы бойынша Германия жеңіліске ұшырады. Ал Кеңес одағы да белгілі бір дәрежеде қуылды. Бұл Кеңес одағы мен Германия арасындағы саяси, экономикалық, әскери техникалық салаларда белгілі бір жақындастыққа ықпал етті. Веймар республикасы бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілгеннен кейін Германия империясының әсерінен пайда болады. Ол әскерден айырылған. Ал экономика өтемақыдан зардап шегеді. Бірақ елде әлі де күшті әскери техникалық әлеует пен технология бар. Неміс өнеркәсібінің жай-күйі туралы ақпарат тек әскери емес, біздің барлауымызбен егжей-тегжейлі жиналып талдануда. Германия ғана емес, Польша, Ұлыбритания, ақш, Францияда көзге түседі. Жүйе қиындықпен, бірақ нәтиже бере бастайды. Табылған мәліметтердің барлығы біздің барлаушыларымыздың қолына түсіп, көшіріледі және орталыққа жіберіледі. Және бірден қолданыла бастайды. 29 жылы Орталық Азияда айтарлықтай француз, неміс, Юнкерс өндірген ұшақтар қолданылды. Содан кейін жарты жыл өте келе, біз қазірдің өзінде кеңестік өндірістің келе жатқанын көреміз. Ал 30-шы жылдардың басында ТБ ұшақтары пайда болды. Сәл кейінірек анты ұшақтары пайда болды. Біз сәл ары қарай қараймыз. 30-шы жылдары басқа конструкторлық бюролардың ұшақтары пайда болды. Бұл тек бір бағыттың мысалы, авиация. Барлау басқармасы өте жақсы түсінеді. Тіпті капиталистік елдерде де ақша көп нәрсені шеше алады. Бірақ бәрін емес. Жұмылдыру, коммерциялық кәсіпорындарының желісін құру идеясы пайда болды. Ұзақ уақыт бойы Берзин кандидаттарды іздеумен айналысып, соңында Марачковскийге тоқталды. Онымен кездесіп жеке сөйлесті. Және операция басталды. Ян Карлович қаржыгерлерді үлкен қиындықпен валютада 400 мың алтын рубльмен алып қалды. Бұл бастапқы капитал болды. Бұл идея қауіпті болып көрінді, бірақ Берзин Марачковскийге сенді, және ол қателеспеді. Оның миллиондаған айналымы бар фирмалар желісі алдымен Германияны, содан кейін Қытайды жаулап алды. ақш пен Англия супердержаваларына шықты. Олармен сауда жасау үшін олар тіпті арнайы схема жасады. Біз батыста лимитрофтар деп аталатын келісімге келе бастаймыз. Бұл Балтық елдері. Бұл Англиямен сауда жасай бастағанымызға қарамастан, мұнда терезе бар. Америкалықтармен де жеке корпорациялар арқылы. Содан кейін айтпақшы, ақштағы Амторг пайда болды. Біз де сауданы бастаймыз. Айтпақшы,
ол сәтті жүріп жатыр. Марачковскийдің басшылығымен сауда фирмаларының желісін ұйымдастыру туралы барлау басқармасының стандартты емес шешімінің арқасында КСРОда үлкен ақша ағыны пайда болды. Бұл батыстың бірегей дизайнын, танктерді, ұшақтарды және байланыс құралдарын сатып алуға мүмкіндік берді. Алдағы соғыстың сөзсіз екенін түсінген барлау жетекшісі Ян Берзин жаңа бағыт партизан кадрларын даярлау үстінде. Басшылық пен барлау басқармасы мұны түсінеді. Бұл милициялардың шашыраңқы отрядтар емес, қару-жарақ, арнайы техника, қоймалар және тіпті бекіністер бар толыққанды құрылымдар болу керек. Партизандар үшін арнайы мектептер ашылады. Онда олар жау мен диверсияны тылға енгізуді үйретеді. Кең ауқымды агенттік диверсиялық желіні құру үшін оған бір нәрсеге сүйену керек. Бұл тірек партизандық құрылымдар болуы мүмкін. Партизан әскерлері КСРОға шабуыл жасалған жағдайда оларды әскери қиындыққа әкелу жоспарланған болатын. Бұл жау үшін толық тосын сый болар еді. Олар әскери техниканың артықшылығын толығымен теңестіре отырып, агрессордың күштерін байлап таратуы керек еді. Ян Карлович Берзин 20-шы жылдардың аяғында әскери саяси жағдайды өте әділ бағалады. Ол батыстың шоғырлануы жүріп жатқанын түсінді. Осыған байланысты ол қарсыластың барлық жоспарлары мен әрекеттері туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін құрылым құрды. Сонымен қатар ол болашақта соғыс басталған жағдайда қарсы барлау іс-шарасы аясында жау көптеген барлау органдарын жояды деп қарастырды. Біз соғысқа дейінгі кезеңде және соғыс кезінде көрдік. Бірақ ол қарастырған резервлеу ол тек Еуропа шеңберінде ғана емес, бүкіл әлемде резидентуралар құрылды. Еуропадағы және шығыстағы тұрғындардың әрқайсысымен агенттік барлаудан тұрақты ақпарат ағыны үзілмеу үшін жедел байланыс орнату қажет. Агенттік байланыс деген ұғым бар. Бұл ежелгі заманнан бері әртүрлі барлау түрлерімен қолданылып келе жатқан белгілі бір санаттағы жүйе. Бұл келулер, кездесулер, шұғыл кездесулер және жедел кездесулер. Бірақ ақпаратты беру үшін шынымен техникалық құралдары, радио байланыс құралдары қажет. Берзин радиода тіркелген заңсыз резидентураларды құруды тәжірибеге енгізді. 21-ші ғасырда интернет пен смартфондардың даму дәуірінде радио ескірген сияқты. Бірақ сол кезде бұл нағыз жетістік болды. Өйткені хабарламаларды алыстан жеткізу қиын болды. Ол үшін тіпті құстар да қолданылған. Әсіресе егер бұл шекара маңындағы барлау болса. Негізінен не қолданылды? Көгершін поштасы. 1933-1934 жылға дейін радио болған жоқ. Тек 30-шы жылдардың ортасынан бастап кадрлар пайда болады және оқытылады. Орталыққа шешім табылды. Қысқа толқында радиостанция қолданысқа енді. 3-тен 30 мегагерцке дейінгі жиіліктегі қысқа толқынды қолданатын байланыс түрі. Дайын радио таратқыштарды ешкім бермейтін. Құрылғыны сол жерде жинау керек болды. Ашық радио дүкендер көп болды. Арнайы дайындалған нұсқауларға сәйкес бірнеше блоктар сатып алынатын. Олардың әрқайсысы жеке компромат болып саналмайтын. Оларға коммутация қызмет көрсетті. Тіпті азбука Морзе кодын ұрған кезінде кейде кәдімгі қасықтар немесе шанышқылар қолданылған. Байланыс сеансы аяқталғаннан кейін бәрі бастапқы күйіне оралды. Пәтердің бұрыштарына таратылды. Тінту кезінде де бұл барлаушыда немесе радиооператорында ешқандай мәселелер болмады. Кейде таратқыш беріліп, шифрлар сол жерде берілді. Кейде керісінше шифрлар алға жіберілді. Содан кейін таратқыш жүрді. Барлаушылар радио сигналын беруді ғана емес, ұстап алуды да үйренді. Бұл агрессияны тойтаруға дайындық кезінде үлкен артықшылық болды. Себебі ақпаратты жедел түрде тек радио байланыс арқылы алуға болады. Радио ақпаратты орлау жүйесі тез нәтиже берді. Орталыққа көбірек ақпарат түсе бастады.
Олардың кейбіреулері әсіресе кеңес басшылығына қатысты болды. 1935 жыл Германия. Билікті Гитлер, Веймар республикасымен бәрі бітті. Әскери өнеркәсіп қарқын алуда. Сименс, Фердинанд, Крупп және Порш фабрикаларының кәсіпорындары өз зауыттарын әскери рельстерге ауыстырады. 1935 жылдың жазына қарай аналитикалық орталықтың үстелдеріне құжаттардың бумасы қойылады. 90 жыл бойы олар өте құпия деген белгінің астында болды. Бұл ақпарат түсіну үшін жеткілікті. Гитлерлік Германия агрессивті шабуылға дайындалуда. 1930 жыл қараша агенттік желден орталыққа криптограмма келді. Онда Жапония қақтығысқа дайындалуда деп хабарланды. Хабарламаға сәйкес кеңес аумағының көп бөлігі соққыға жығылды. Жапонияның одан әрі таралуы солтүстікке қарай байқалды. Ең алдымен жалғаса Манчжурия, Қытай, Қиыр Шығыс, Сібір. 1935 жылғы 15 сәуір Ян Берзин әскери барлау бастығының кеңсесінен шығып кетеді. Шығысқа бағыт алу туралы бұйрық келді. Саяси бөлім қолбасшысының екінші орынбасары және әскери барлау куратор ретінде ол арнайы Қызыл Ту Қиыр Шығыс армиясының қарамағына келеді. Әрине, бұл тұрғыда Қытайдағы жағдайды білетін, ұйымдастыра алатын адам қажет болды. Оның дәрежесі барлау жетекшісі болмау керек еді. Яғни, осыған байланысты Берзин сол жерде қажет болды. Бұл дәл осы жерде сұранысқа ие адам болды. Барлаушы мамандығы софиттер болмайтынын, қошемет болмайтынын, әріптестері қол алысып иығын қағып, құшақтайтынын ғана болжайды. Берзин орталықтың тапсырмасы бойынша Қиыр Шығыста жаңа резиденция құру үшін жұмыс істеп жатыр. Бірақ неге бұрынғы әскери барлау бастығы сол жерге жіберілді? Орталық ұзақ уақыт бойы Жапонияның КСРО-ға шабуыл жасау жоспары туралы ақпарат алып келеді екен. Ел басшылығы мен бас штабқа қарсы тұру үшін жаудың жоспарлары туралы мүмкіндігінше сенімді ақпаратты қажет етеді. Ян Берзин орталықтың жұмысын сәтті аяқтады. Оның адамдары ең құнды ақпаратты береді. Соның негізінде бас штабта біздің әскеріміздің санын шығыста 2 есе көбейту туралы шешім қабылданады. Жапония өз күштерін бағалай отырып, кеңес одағына тиесілі аумақтарды басып алу ниетінен бас тартады. Дәл осы уақытта Еуропадан алаңдатарлық жаңалықтар келеді. 1936 жылы 18 шілдеде шартты сигнал естіледі. Испанияның үстінде бұлтсыз аспан бар. Бұл заңды түрде сайланған Испания үкіметіне қарсы көтеріліске шақыру. Бұл жаңалықты Берзин Қиыр Шығыста естиді. Испанияда ел басшылығына өзара іс-қимыл жасай алатын және адамдарды жақсы білетін, бай тәжірибесі бар адам өте қажет. Таңдау айқын болды. Тамыз айында Ян Карлович жаңа тағайындауды және Гришин жаңа бүркеншік атын алды. Берзин Гришин азаматтық соғыстан зардап шеккен Испанияға барды. Берзин шынымен де Испанияға база әскери кеңесшіні айыптау кезінде келді. Ол әскери техникалық көмек көрсетуге жауапты болды. Испанияда бола бастаған кеңес әскери кеңесшілерінің қызметіне жауапты болды. Соғыс барысын бақылап, Мәскеуді хабардар етті. Онда өте қарқынды шайқастар болды. Берзин Гришин Испанияда ең қиын сәтте болды. Республикашыларды қысып жатты. Ол Мадридті қорғауға көмектесті. Әйгілі Новопасараннан өтпейді ораны КСРО-ның әскери барлау әрекеттерінің арқасында пайда болды. Испанияның заңды органдарына көмектесетін әскери барлау қызметкерлері де басқа мемлекеттерден ақпарат алуды жалғастырды. Деректерді талдау көңіл көншітпейтін қорытындыларға әкелді. Алдағы жылдары КСРО нацистік Германиямен соғысады. Испаниядағы соғыс біздің авиацияның қатты артта қалғанын көрсетті. Себебі 15-16 СБ бомбалаушысы басқа ұшақтар неміс әріптестерінен төмен болды және сол кезеңде ескірген болып шықты. Испаниядағы соғыс бізге бронды күштерді қайта құру және күшейту, соның ішінде танктердің жаңа түрлерін жасау керек екенін көрсетті.
1937 жылдың мамыр айының соңында Берзин шұғыл түрде Мәскеуге қайтарылды. Қорғаныс халық комиссарының бұйрығымен ол қайтадан КСРО әскери барлау бастығы қызметіне тағайындалды. Барлау басқармасы жұмысшы шаруа қызыл армиясында Ян Карлович әлі ұзаққа қызмет атқармайды. 1937 жыл екінші дәрежелі армия комиссарының үстінен қара бұлт үйілді. 1 тамызда Берзин қызметінен босатылып, 1937 жылы 28 қарашада қамауға алынды. Ян Берзинді гроссмейстер немесе кеңестік барлау сәулетшісі деп бекер айтпаған. Оның көмегімен КСРО барлау басқармасы әлемдегі ең күшті барлаудың бірі мәртебесіне ие болды. Шандор Радо және Герхард Кегель, барлаушылар Рихард Зорге, Лев Маневич, Ильза Штеббе. Дәл осы адамдар Ұлы Отан соғысы жылдарында фашистік Германияны жеңуге көмектеседі. Бұған сену қиын, бірақ соғысқа дейінгі қатал жылдар әскери барлауды келесі деңгейге көтере алды. Шетелдік резидентуралар саны 11-ден 22-ге дейін 2 есе өсті. Бүкіл Еуропаны жаулаған заңсыз барлау базаларының желісі құрылды. Бұл әскери барлаушылардың қажырлы еңбегінің арқасында біздің еліміз үшін ең аласапыран кезеңде жасалды. Бұл нағыз ерлердің жұмысы. Бұл тек ер адамдар ғана емес, біздің барлаудағы әйелдер де қызмет етті. Бұл ең қызықты шахмат ойыны. Елеулі қарама-қайшылықтар, себебі қарсыласты менсінбеудің қажеті жоқ. Олар да дайын. Шоғырландырылған батыс туралы айтатын болсақ, олардың барлау мүмкіндіктері бар деп айта аламын. Бірақ біздің міндетіміз олардан озып біздің алгоритмдеріміз бойынша әрекет ету. Оларды қолайсыз жағдайларға итермелеу, жайлылық аймағынан шығару. 20 және 30 жылдары құрылған жүйе өз қатарында жоғалтуларға қарамастан өзіне сенімді жаудың қарсылығына төтеп бере алды. РКК жұмысшы шаруа қызыл армиясы барлау басқармасының офицерлері болашақ соғысқа дайындалуға мүмкіндік беретін бірегей мәліметтер алды. Бұл кеңестік әскери барлаудың алғашқы шахмат партиясы болды. Онда әр кейіпкер уақытында өз қадамын дұрыс жасады. 20 ғасырдың бірінші жартысында қаланған іргетаста бас штабтың заманауи бас барлау басқармасы тұр. ГРУ бас барлау басқармасы аббревиатурасымен бүкіл әлемге танымал арнайы қызметтері. Әр минут сайын бүкіл әлем бойынша біздің мемлекетіміздің мүдделері мен қауіпсіздігін қорғауға көмектесетін маңызды ақпарат табылып жатыр. Себебі көрінбейтін майдандарда бітім болмайды.